Қазақ халқының үш бәйтерегі, көп ұлтты кеңес әдебиетінің негізін салушы, Қазақстанның қоғамдық тарихында абыройлы орын алатын революционер коммунист Сәкен Сейфуллинге, қазақ кеңес әдебиетінің іргетасын қалаған алыптар тобындағы ірі ақын, іргелі прозаик және драматург Бейімбет Майлинге, қазақ кеңес әдебиетінің бастау қайнарында тұрған құдіретті талант иесі ақын драматург Ілияс Жансүгіровке 130 жыл толуына орай «Үш арыс, үш ғұмыр» атты кітап көрмесін ұйымдастырып отырмыз. 1894-1938 жылдар аралығында Сәкен, Ілияс, Бейімбет қатар өмір сүрген алып тұлғалар. Біреуі соның кіндік ортасында, біреуі теріскей, біреуі күнгей шалғайында бір жылда туылыпты. Үшеуі де бір жаздың майсасынан алғаш нәр татып, бір қыстың ызғарынан алғаш қар басыпты. Үш бәйтерек теңдікті аңсады, бай мен кедей арасындағы тартысты, әділетсіздікті жырлады, болашағымыздың бостандығы үшін күресіп, арттарында өшпестей із қалдырды. Сермелген жырға сойыл көп, зұлымдықтардан кейін кеп, отырмын жоқтап сендерді, Ілияс, Сәкен, Бейімбет, жойылып қашан кейіндет, қайғысы елдің сейілмек, халық жауы боп атылдау, Ілияс, Сәкен, Бейімбет. Алаулап ерен бойымды от, бермейтін тыным ойым көп, қиды екен қалай өлімге, Ілияс, Сәкен, Бейімбет. Ұлы көш қалмас кейіндеп, алғасқан сайын тойын көп, ұмытпас ел үш арысын, Ілияс, Сәкен, Бейімбет. Сәкен, Ілияс, Бейімбет аңсады олар теңдікті, халықтың байтақ еліне ту етіп тікті теңдікті деп ақындарымыз жырлағандай, үшеуі де халқы мен заманның ауыздарынан түсіп қалғандай адал ұлдар. Олар қазақ әдебиетінде айтулы ақын, қарымды қаламгер, дарынды драматург ретінде үлкен үлес қосты. Олардың қаламынан Қазақстанның дархан даласы, өндіріс орындары мен еңбек адамдарының іс-әрекеттері, өмірге деген құштарлықтары, болашаққа деген үміт сенімдері кеңінен көрінді. Үш бәйтерек ұлттық сөз өнерін азаматтық бейне беделімен де, қайраткер қаламгерлігімен де биік белеске көтерді. Ұлт руханиятын даңқты туындыларымен, тақырып байлығымен, жанрлық қырларымен, көркемдік әлемімен байытты.